Сәлем оқушылар. Осы видеоны көріп тұрғандарыңызға өте қуаныштымын. Егер де сіздер осы видеоны көріп тұрған болсаңыздар, осы видео сабағымызды соңына дейін қарап шығуға кеңес беремін. Өйткені сіздердің араларыңызда физиканы түсінбей жатқан оқушылар болуы мүмкін. Немесе физикадан есептер шығаруға қиналатын, физикадан білім жетілдіргісі келетін оқушылар болуы мүмкін. Сондықтан да осы видео сабақты егер де сіздер соңына дейін қарап шығатын болсаңыздар, сіздерге өте пайдасы тиеді деген ойдамын. Ал бастайық. Енді бүгін бірінші сабақ физика пәніне кіріспей, яғни бүгін сіздермен физика нені зерттейді, физика пәніне біз нені үйренеміз, соларды қарастыратын боламыз. Физикалық шамалар, олардың формулалары, өлшем бірліктері, оларды өлшейтін құралдар туралы толық танысатын боласыздар. Ал бастайық онда. Дайын болсаңыздар бастайық. Ең алдымен күнделікті өмірде сізде табиғатта түрлі өзгерістер болатынын білесіздер. Мысалы, жел соғады, жаңбыр жауады, қар жауады, дұрыс па? Найзағай деген сияқты. Яғни табиғатта өзгерістер болып отырады. Яғни табиғатта болып жатқан өзгерістерді біз табиғат құбылыстары деп айтамыз. Яғни табиғатта болатын барлық өзгерістер табиғат құбылыстары деп айтылады. Мысалы, судың тасуы, мысалы, желдің соғуы, жаңбырдың жауы, олардың барлығы табиғат құбылыстары. Дұрыс па? Найзағай. Барлық табиғат құбылыстарына жатады. Яғни табиғат құбылыстары дегеніміз табиғаттағы болып жатқан өзгерістер. Енді физика табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым. Табиғаттағы болып жатқан өзгерістерді олар табиғат құбылыстары деп айтылады. Енді физика дегеніміз, физика ол табиғат деген сөзден келіп шыққан. Яғни грекше сөзден алынған физиус. Яғни физика деген ол грекше сөз. Физиус табиғат деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ғой? Яғни физика ол табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Енді біз кез келген табиғат құбылысын түсіндіру үшін физикалық шамаларды енгіземіз. Физикалық шамалар. Мысалы, мына кестеге қарайтын болсаңыздар, қазір осы кестені біз толтырып шығатын боламыз. Ең бірінші, кез келген физикалық құбылысты, табиғат құбылысын түсіндіру үшін физикалық шамаларды енгіземіз. Бұл жерге біз физикалық шамалар деп қояйық. Физикалық шама. Кез келген физикалық шаманы біз латын әрпімен, немесе ағылшын тілінде әріптермен, грек әріптерімен белгілейміз. Мысалы, мына жерге біз не істейміз? Белгілену деп қояйық. Белгілену. Кез келген физикалық шаманы біз белгілейміз. Одан кейін олардың формулалары болады. Кез келген физикалық шамалардың формуласы болады. Формула. Олардың өлшем бірліктері болады. Өлшем бірліктері. Және де осы физикалық шамаларды өлшейтін құрылғылар болады, приборлар. Аспаптар немесе. Яғни табиғат, физика бұл табиғат деген сөзден алынған. Табиғат. Табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым болып табылады. Түсінікті ғой? Енді кез келген табиғат құбылысын түсіндіру үшін біз физикалық шамаларды енгіземіз. Кез келген физикалық шаманың белгіленуі болады, формуласы, өлшем бірлігі және өлшейтін құрылғысы болады. Мысалы, бір физикалық шаманы алайық. Мысалы, жылдамдық. Жылдамдық. Жылдамдықты біз V әріппен белгілейміз. V. Оның формуласы V тең S бөлінген T. Бұл жылдамдықтың формуласы. S дегеніміз бұл жерде жол, T уақыт. Ал енді жылдамдықтың өлшем бірлігі, формула арқылы жазатын болсақ, S ол бізде жол, жолдың өлшем бірлігі метр, метр бөлінген уақыттың негізгі өлшем бірлігі секунд. Жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Немесе тағы да километр бөлінген сағатпен де жазуымызға болады. Енді жылдамдықты өлшейтін құрылғы, мысалы, автомобильдерде спидометр. Спидометр көмегімен автомобильдің жылдамдығын өлшеуімізге болады. Немесе радар көмегімен де жылдамдықты анықтауымызға болады. Яғни кез келген физикалық шаманы біз белгіледік,
Оның формуласын жаздық, өлшем бірлігін жаздық, және оны өлшейтін құрылғын жаздық. Жылдамдықты v мен белгілейміз. Формуласы, оның өлшем бірлігі метр секунд. Оны спидометрмен немесе радармен анықтауымызға болады. Келесі, мысалы, жол деп қояйық. Жол. Жолды біз S әрпімен белгілейміз. S. Енді жолдың формуласын табу үшін мына формуладан жылдамдықтың формуласынан келтіріп шығаруымызға болады. S тең болады. V көбейтілген T болады. V көбейтілген T. Енді жолдың өлшем бірлігі бізде метр. Дұрыс па? Одан бөлек километрмен өлшемімізге болады. Егер де жол өте кішкентай болатын болса, мысалы, сантиметрмен, миллиметрмен де жазуымызға болады. Яғни түрлендіріп, метрден километрге немесе километрден сантиметрге ауыстырып, түрлендіріп жазуымызға болады. Негізгі өлшем бірлігі метр. Одан бөлек қосымша километрмен, одан кейін сантиметрмен, мысалы, миллиметрмен де жазуымызға болады. Ал енді жолды өлшеу үшін, мысалы, спортсмен 100 метр арқашықты жүріп өтті. Яғни біз арқашықты біз егерде метрмен өлшейтін болсақ, өлшейтін құрылғы да метр деп алуымызға болады, метр. Келесі, мысалы, массаны алайық. Масса. Яғни дененің ауыр екендігін немесе жеңіл екендігін сипаттау үшін, анықтау үшін біз масса деген физикалық шаманы енгіздік. Физикалық шама масса. Массаны біз m әріппен белгілейміз. Яғни белгіленуі m. Оның формуласы m тең ρ көбейтілген v. Ρ дегеніміз бұл жерде тығыздық, v деген көлем. Тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі массаға тең болады. Ал енді оның өлшем бірлігі килограмм немесе граммен анықтауымызға болады, тоннамен өлшеуімізге болады. Ал бірақ негізгі өлшем бірлігі бізде килограмм. Келесі, массаны өлшейтін құрылғы бізде таразы. Таразы көмегімен өлшейміз. Таразы. Таразының түрлері бар, электронды таразылар бар, немесе серіппелі таразы бар, рычаг тәріздес таразылар бар. Яғни біз массаны m әріппен белгіледік, формуласын жаздық, өлшем бірлігі килограмм, оны өлшейтін құрылғы таразы болды. Енді келесі, мысалы, күшті алайық. Күш. Яғни күш дегеніміз не? Күш дегеніміз дененің басқа бір денеге әсерін сипаттайтын шама. Күш. Күшті біз F әріппен белгілейміз. F. Оның формуласы. Негізі күштің табиғатта түрлерімен танысатын болсақ, күштің ауырлық күші бар, ауырлық күші, үйкеліс күші, серпімділік күші деген бар. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша бүкіл әлемдік тартылыс күші. Яғни күштің түрі өте көп. Сондықтан да біз 2 немесе 3 күшті жазайық. Мысалы, ауырлық күшін алатын болсақ, ауырлық күшінің формасы F тең m көбейтілген g. Бұл менде ауырлық күші. Ал енді үйкеліс күшін жазатын болсақ, F тең мысалы mu n. Серпімділік күшін жазайық, мысалы F тең минус kx. Бұлар барлығы күштердің формуласы. Ауырлық күші, үйкеліс күші, серпімділік күші. Яғни кез келген күшті біз F әріппен белгілейміз. F. Олардың өлшем бірліктері ньютон. Ньютон. Яғни кез келген күштің өлшем бірлігі ньютон. Исаак Ньютонның құрметіне күштің өлшем бірлігі ньютонмен анықталады. Енді күшті өлшейтін құрылғы бізде динамометр. Яғни күшті біз динамометр көмегімен анықтайтын боламыз. Енді келесі, мысалы, уақыт алайық, уақыт. Мысалы, уақыт дейтін физикалық шама болсын. Уақытты біз Т әріппен белгілейміз. Т. Уақыттың формуласы. Мысалы, мына жерден уақыт табатын болсақ, мына екеуінің орны ауысады. Сонда Т тең болады S бөлінген V. S бөлінген V. Уақыттың өлшем бірлігі, негізгі өлшем бірлігі секунд. Одан бөлек минут немесе сағат, Яғни уақыттың өлшем бірлігі секундпен, минутпен, сағатпен өлшеуімізге болады. Ал негізгі өлшем бірлігі бізде секунд. Ал енді уақытты өлшейтін құрылғы бізде сағат. Яғни сағат көмегімен біз уақыттың мәнін анықтаймыз. Немесе секундомер. Секундомер көмегімен де біз уақыттың қаншаға тең екендігін, уақыттың мәнін таба аламыз. Енді
Оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, физика бұл табиғат деген мағынаны білдіреді, яғни физиус табиғат деген сөзден алынған, табиғатта болып жатқан құбылыстарды, табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым болып табылады екен. Кез келген табиғат құбылысын түсіндіру үшін біз физикалық шамаларды енгіздік. Мысалы, мынау кестеге қарайтын болсаңыздар, бізде физикалық шамалар жазылған. Кез келген физикалық шаманы біз белгіленуі бар. Қандай да бір әріптермен белгілейміз. Әрбір физикалық шаманың белгіленуі болады. Олардың формулалары болады. Олардың өлшем бірліктері және өлшейтін құрылғылары болады екен. Мысалы, автомобильдің қозғалысын алайық. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға барды. Яғни оның жылдамдығы бар. Яғни бір қаладан екінші қалаға барып жатқан кезде оның белгілі бір жылдамдығы болады. Яғни ол белгілі бір уақыт ішінде қандай да бір арақашықты жүріп өтеді. Және де оған күштер әсер етеді. Мысалы, ауырлық күш әсер етеді, төмен қарай, үйкеліс күш әсер етеді, оған күш әсер етеді. Және де автомобильдің белгілі бір массасы бар. Ол жеңіл автокөлік болуы мүмкін, немесе жүк автокөлігі болуы мүмкін. Олардың белгілі бір массасы болады. Яғни осы автомобильдің қозғалысын түсіндіру үшін біз келесідей физикалық шамаларды енгіздік. Мысалы, жылдамдықты алайық. Жылдамдықты біз V мен белгілейміз. V, оның формуласы, өлшем бірлігі, және оны біз құрылғы көмегімен өлшейміз. Ол құрылғы спидометр деп айтылады. Жылдамдықты өлшейтін құрылғы спидометр. Мысалы, егер автомобильдің жүріп өткен жолы белгілі болатын болса, және де бір қаладан екінші қалаға барғандағы уақыты белгілі болса, біз жылдамдықты табу үшін жүрген жолды уақытқа бөлетін болсақ, жылдамдық кеп шығады. Жылдамдық, немесе біз мына спидометр көмегімен де анықтауымыз мүмкін. Келесі, жолды табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. Егер жылдамдықтың мәні белгілі болатын болса, уақыттың мәні белгілі болатын болса, көбейткен кезде бізде жүрген жолдың мәні кеп шығады. Біз кез келген өлшем бірліктен басқа бір қосымша өлшем бірлікке өтуімізге болады. Яғни негізгі өлшем бірліктен қосымша өлшем бірліктерге өтуімізге болады. Біз метр секундтан километр сағатқа, немесе метрден километрге өтуімізге болады. Килограммдан грамм өтуге болады. Сағаттан минутқа өтуге болады. Яғни негізгі өлшем бірліктен қосымша өлшем бірлікке өтіп жазуымызға болады. Оны келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Ал енді уақыт алайық. Мысалы, бір қаладан екінші қалаға барған кезде ол автомобиль белгілі бір уақыт ішінде арақашықты жүріп өтеді. Оның белгілі бір жылдамдығы болады. Яғни, егер де біз жүрген жолды жылдамдыққа бөлетін болсақ, бізде уақыт кеп шығады екен. Осы кестені дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Егер де тағы да басқа физикалық шамаларды білетін болсаңыздар, олардың белгіленуі, формулаларын, өлшем бірліктерін, құрылғыларын білетін болсаңыздар, астына қосымша ретінде жазып қойсаңыздар болады. Егер бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болатын болса, астына өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Егер де осы сабақтарды жіберіп алмас үшін, осындай видео сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.